Қостанайлықтар қоғамдық көліктердегі терминалдардың істен шығуына шағымданды. Көптеген жан үшін автобуспен жүру әдеттегіден бірнеше есе қымбатқа шыққан екен. 80 теңгенің орнына картадан 1000 теңгеге дейін ақша ұстайды екен. Әкімдіктегілер мұндай келеңсіз жайды немен түсіндіреді және шоттан ақшаны заңсыз алынған жағдайда не істеу керектігін айтып берді. Анастасия Червинская жоғарғы оқу орнының студенті. Ол оқумен қатар жұмыста жасайды. Оның қарапайым табысының көп бөлігі қоғамдық көлікке жолақысын төлеуге кетеді екен. Сондықтан бір төлемнің орнына оның картасынан 4 төлем алынғанын көргенде ашуланып біздің телеарнамызға сұхбат берді. Кешке ғаламтор желісінен адамдардың олардың шотындағы ақшаның жоғалып кетіп жатырғандығы жөнінде оқыдым. Маған бірнеше рет хабарлама келгенде, картадан шамамен 400 теңге алынғанын байқаған едім. Бүгін мен түнгі ауысымда жұмыста болдым. Таңғы сағат 7-де картамнан 80 теңгенің алынғандығы жөнінде SMS хабарлама келді. Әлеуметтік желілерде оңдаған қала тұрғыны өздерінің карталарынан заңсыз қаражат алғаны туралы жазады. Тіпті жол жүру ақысы үшін 10 000 теңгеден астам ақша бергендер де бар. Қостанайда қоғамдық көлікте электронды жол жүру жүйесі өткен жылы енгізіле бастады. Бірақ алғашқы күннен бастап жүйеде ақау пайда болды. Алдымен автобус жүргізушілері бұл жүйеге қарсы ереуілге шыққан болатын. Содан кейін қала тұрғындары жүйенің ақауларына наразы болды. Бұқаралық ақпарат құралдарында валидаторлардың дұрыс жұмыс жасамауы туралы шағымдар көп болғанымен әкімдік тарапынан еш әрекет жасалмаған. Мұндай жағдай бірінші рет тіркеліп отырған көрінеді. Со вчерашнего дня Алемпей компаниясында дәлірек айтқанда екінші деңгейдегі банкте ақау пайда болды. Осыған байланысты жол жүру төлемін негізсіз алу орын алған. Сондай-ақ тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінде келесі аптада деректерді өңдегеннен кейін ақша жолаушыларға қайтарылатынын және қала тұрғындары алдында кешірім сұрайтынын хабарлады. Әкімдіктегілер орын алған ақау жойылып, валидаторлардың жұмысы қайта жанданғаны. Үлкен сомадағы қаражаттар көлік картасынан емес, банк картасынан алынғандығы туралы айтты. Заңсыз алынған ақшаны қайтару үшін әкімдікке немесе басқа бір жерге барып, арыз жазудың қажеті жоқ. Қаражат картаға автоматты режимде қайтарылады. Еркебұлан Серікұлы, Елена Досова, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы, Қостанайдан.